Инстаграмда аватарка ең маңыздылардың бірі, сондықтан аватарка жасаймыз. Ол үшін бізге Airbrush деген приложение керек. Соның ішіне кіреміз. Галереядан өзіміздің фотомызды таңдаймыз. Қазір мен бір фото таңдайын. Бір фотомызды таңдап, оны бірінші бетін текстейтін боламыз. Так, мына бір фотоны таңдайын. Таңдадым. Енді магия дегенді басамыз. Сонда бетіміз өзі текстеледі. Сосын инструменты деген кіріп, бірде бір қылып, түрімізді ғана, бет жағымызды ғана кесіп аламыз. Кішкентай қылып. Сохранить етіп аламын. Енді Инстаграмға кіремін. Редактировать профиль дегенді басамын. Изменить дегенді басып, выбрать из галерея дегенді таңдап, жақындатамыз. Қараңыздар, осы жер маңызды. Басымыз потолыққа тиіп қалмау керек. Міне осылай түріміз анық көрінетіндей етіп қоямыз. Готовыны басып сақтаймыз. Егер сіз бір бизнес аккаунтты жүргізетін болсаңыз, ол жерге ешқандай фото қою керек емес болса, онда логотип қоямыз. Логотип қоюды үйретемін. Canvaға кіреміз. Canvaның дизайндары жасаған әдемі логотиптер бар, соны таңдаймыз. Логотип дегеннің үстін басамыз. Міне қараңыздар, неше түрлі логотиптер бар. Егер заказға жасасаңыздар да осы Canvaмен жасап беруге болады. Неше түрлісі бар, міне қандай нишаға арналған өзіңіз ішінен таңдап аласыз. Мен мысал үшін сіздерге мысал ретінде біреуін алайын. Міне мына бір жасыл логотипті алдым. Жазуларын өзгертуге болады. Мен бұл жерге сезім деп қойайын бір. Сезім деген бір денсаулық және психология деген орталықтың атауы болсын. Астына жазып қоямын кішкентай денсаулық және психология деп. Бұл әшейін мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Сосын астында шрифттарының размерімен кішейтуге болады. Сохранить дегенді басамын. Бұл дизайнды сақтап алдым. Енді қалай аватаркеге қоямын, соны көрсетемін. Редактировать профиль, изменить фото профилі дегенді басып, қараңыз, дәл солай қоя салмаймыз. Үлкейтеміз. Жазулары анық көрінетін болу керек. Міне үлкейтіп, ортасына орналастырып, сохранить дегенді басамыз. Міне бізде екі түрлі нәрсе үйрендік: аватарка және логотип қою.